Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келіпсіз. Бүгін сіздермен жыртылмайтын, езілмейтін бешбармақтың қамырының рецебімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарасаңыз түсінікті болады, және менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа, тұз және су, ұн қажет болады. Жұмыртқамызды осылай ыдысымызға шағып аламыз және тұзымызды салып, қолымызбен араластырып аламыз. Жаймендеп отырып ұнымызды салып, осылай қолымызбен араластырып, орташа қаттылықта қамыр илеп алатын боламыз. Міне, осылай біздің қамырымыз дайын болды. Қолымызбен жақсылап илеп жібереміз, июі жақсы қанып шығу үшін, және 1 сағатқа бетін жауып қойып қоямыз. Біздің қамырымыз дайын болды, 1 сағат тұрып шықты. Міне осылай қамыр қанша көп тұрса, сонша жақсы болады, июі қанып шығады, және жайған кезде өте керемет жайылатын болады. Осылай ұнымызды сеуіп, 2 жақтама қолымызбен басып аламыз бастапқыда. Және оқтаудың көмегімен осылай қолымызбен айналдыра отырып, тек қана шетін жайып алатын боламыз. Тек қана шетін жаясыздар, ортасына тиіспейсіздер. Осылай 4 бөлігін осылай жайып аламыз тек қана. Қамырымызды орап, міне, тек қана шетін қолымызбен басып шығамыз, ортасына тиіспейміз. Міне қараңыздар, осылай домалақ болып шығады. Шетін ғана жайып отыратын боламыз. Сонда шеті де ортасы да біркелкі болып, бірдей болып шығады. Қараңыздар, біздің қамырымыз дайын болып қалды. Міне, ортасы да, шеті де бірдей болып шыққан. Езілмейді, жыртылмайтын қамыр. Міне қараңыздар, осылай мұжып көрсеңіздер де болады, жыртылып та, езіліп те кетпейді. Міне қараңыздар, қандай керемет болып шыққан. Қамырдың тек қана шетін басып жайып отырсаңыздар, осындай болады, ортасы да, шеті де бірдей болып шығады. Видеоны жоғалтпамас үшін сақтап алыңыз, және менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Алдағы уақытта сіздермен көптеген рецепттермен бөлісетін боламын.